Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге ыстық күні шөліңізді басатын кереметтей сусынның рецептісімен бөліскім келіп отыр. Ендеше соңына дейін менімен бірге болып, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Ал енді бізге апельсин қажет болады. Апельсинімізді дәл осы видеодағыдай турап аламыз. Апельсиндерімізді кесіп алдық, енді ыдысымызға саламыз. Лимонды да дәл солай дөңгелектеп кесіп аламыз. Енді лимонымызды да ыдысымызға салатын боламыз. Енді жалпы жапырағын қосатын боламыз. Бұл бізде ерекше дәм береді және қош иістендіріп тұрады. Енді үстінен осындай құлпынайлы сироп құятын боламыз. Енді үстінен спрайт немесе сарыағаш сусындарын қолдансаңыздар болады. Екеуімен де дәмі өте дәмді, ерекше болып шығады. Енді қасығымызбен араластырып жібереміз, жақсылап. Мінекей достар, біздің сусынымыз дайын болды. Дәмі өте ерекше. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар.